Біздің ғалымдарымыздың республикамыздағы микрология және вирусология институтының ғалымдарымен бірлесе жасаған тәжірибесі оң нәтиже беріп отыр. Әрине, малдың қиында тыңайтқыш қылған сияқты ауыл шаруашылығы өнімдерінің қалдықтарынан тіпті жапырақтардан да тыңайтқыш жасау өмірде бар. Бірақ күріш сабаны мен оның қауызын органикалық тыңайтқыш ретінде іске асыру біздің ғалымдардың ғана қолымен жүзеге асып отыр. Жоғарыда атап өткен республикалық институттың ғалымдары теория жүзінде жұмыс жүргізсе, біздің Ыбырай Жақаев атындағы Қазақ күріш шаруашылығы ғылыми зерттеу институтындағы ғылым докторларымыз оны іс жүзінде дәлелдеп жүзеге асырды. Біз қазір компосттың биокомпост дейміз, соның екі түрін жасадық. Бірінші компост 1 дегеніміз қышқыл түрі, екінші компост 2 дегеніміз қатты фазалы биоконверсиялы немесе ферменттелген биокомпост дейді. Бүгін енді біз далалық жағдайда машинамен беретін компостымыз ол екінші түрі. Ғылымның жолы ұзақ жол дейтін болсақ, оған осында анық көзіңіз жетеді. Мысалы, бір қарағанда далада жатқан сабан мен қаланың сыртында тау-тау болып үйіліп жатқан күріш қауызын егістікке себудің не қиындығы бар деуіңіз де мүмкін. Бірақ бақыласаңыз, жасалуы әуелі бай қиял арқылы ғана ойға келеді. Одан ақылды бастың дарынды миында қорытылады. Одан қағазға түседі. Сосын барып, ол кішкентай қауашақта тәжірибеге алынады. Қауашақтан құтыға, құтыдан шыныға, шыныдан банкіге, банкіден шелекке, шелектен бакке, осылай бірте-бірте ұлғая береді. Оның сыртында сандаған ғылыми есептерді қосыңыз. Қаншама қоспалардың біреуінің үлес салмағы артып кетсе, мидан шыққаныңыз минаға айналып кетуі мүмкін. Міне, қаншама төгілген тердің күні-түні тынбаған еңбектің арқасында 10 тоннадай тыңайтқыш қолға алынды. Енді оны алғашқы гектарға қуанышпен сепкен ғалымдар тағы бір жаңалықты өмірге әкелгендерін сүйіншілеп дала семинар кеңесін өткізді. Бүгін біз мына далалық семинарымыз биокомпост институт микробиология және вирусология институтымен бірге дайындалған институтта күріш қауызынан және сабаннан жасалған биокомпостты енгізу процесін көріп тұрмыз. Далалық семинарда бұл енді әр гектарға 2 тоннадан биокомпост беріліп, ол жаңағы сүдігер жырту кезінде топыраққа сіңіріледі. Бұл топырақ құнарлығының, оның қарашірігінің мөлшерін арттыруға өз әсерін тигізеді деген мақсаттамыз. Өздеріңіз бажайлап отырғандай жаңа тыңайтқыштың қолайлы жақтары көп. Біріншіден ол жергілікті өнім, екіншіден шығыны аз, үшіншіден экологиялық таза. Сондықтан келешек ол тыңайтқыштан өсіп шыққан күріш көп жағдайларда экологиялық таза өнімдерді тұтынатын балабақша, аурухана сияқты мекемелерді қамтамасыз етуге бағытталады. Ал тағы бір артықшылығы, әрине ғалымдарымыз қазір патент алу мақсатында жұмыс істеп жатыр. Заңдастырылғаннан кейін республикадан арнайы қаражаттар бөлінеді, цехтар салынады. Ғылыми есебін жасап, өзіндік құнын арзандатқаннан кейін мұндай тыңайтқышты әрбір күрішпен айналысатын қожалықтар өздерінде өндіретін жағдайға жетеді. Сондықтан да мұндай жаңалықты көруге өзге өңірлерден де ғалымдар келуде. Сейчас мы находимся на полигоне полевом, где исследуется важная проблема для сельского хозяйства Кызылординской области по утилизации больших объемов побочной продукции в рисоводстве. Проблема действительно важная, и те идеи, которые здесь сейчас используются и внедряются в производство, очень важны, и в целом ожидаются большие перспективные и вложения, и результаты от вложений и исследований по данной проблеме. Тыңайтқыш қазіргі есеп бойынша 1 гектарға 2 тоннадан себіліп жатыр. Ол күзгі сүдігер жыртардың алдында себіледі де, артынша соқа жүріп топырақпен араластырылып кетеді. Нәтижесін келер жылы көреміз. Жалпы осы Қазақ күріш шаруашылығы ғылым зерттеу институтының ғалымдарының еңбегі ауыр. Мысалы, бір дақылдың сортын ойлап тауып, оны элиталық сортқа жеткізіп, тауарлы тұтынушылардың қолына жеткізу үшін қаншама жыл тер төгеді. 10-12 жылдап бір түйір дәннің ізінде жүретіндер бар. Сондықтан олар шыдамды.